Мен Жанбиров Нұрболат Наурызғалиұлы. Осы Олимпиада даярлау орталығында таеквондо бөлімінің жастар құрамасының аға бапкерімін. Олимпиада даярлау орталығында жастар құрамасының бапкері болып 3 жылдай қызмет етіп жатырмын. 21 жылдан бастап. Өзім бұрын ұлттық құрамада спортшы болған, әлем Азия чемпионаттарына қатысқан спорт шеберімін. Қазіргі таңда спортшылармен 15-17 жас аралығында жұмыс істеп жатырмыз. Биыл Қазақстан чемпионаты өтті май айында. Енді алдағы уақытта әлем чемпионатына дайындалып жатырмыз. Алдағы қойған мақсаттардың орындап, өзіміздің жаңағы бапкерлік жұмысымызды атқарып, қазан айында өтетін әлем чемпионатына тыңғылықты дайындалып, чемпион шығарып, жүлдегерлер шығарамыз деген ойдамыз. Ересектер құрамасына жақсы мықты резерв дайындаймыз. Спортшыларымыз күніне 2 рет жаттығу жасайды. Тыңғылықты дайындаудамыз. Жалпы күнделікті біз таеквондодан көбінесе электрондық системада өтеді. Бұл системалардың бәрі жағдай істелінген. Бәрі спортшыларға енді тек үлкен жеңістікке жету үшін жұмыстанып жатырмыз. Қазіргі уақытта Олимпиада даярлау орталығында барлық жағдай істелінген. Спортшыларға, жарыстарға, оқу-жаттығу жиындарына витамин, көптеген жағдайлар істелініп жатыр. Үлкен рахмет, алғысымызды айтамыз. Қазіргі уақытта біздің түлек болған Тілеуғали Батырхан, бәріңіз білесіздер. Биыл 17 жастағы бала спортшымыз жастар құрамасынан шығып, ерлер құрамасына өтіп, спартакиада чемпион болып, одан кейін Олимпиадаға, Парижде өтетін Олимпиадаға өзінің лицензиясын жеңіп алды. Сол спортшымызға тек сәттілік тілеп, алдағы уақытта Олимпиада тек жеңіс тілейміз.